Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, өте қуанышты жаңалық. Біз Telegram парақша ашып қойдық. Оның несі қуанышты десеңіздер, біз ендігіден бастап YouTube блоктап тастаған, авторские праваны бұзған және басқа да мәселе туындап қалған видеоларды сол жерге салып қоятын боламыз. Және де оған жеке контент шығаруымыз да мүмкін. Сондықтан да дәл қазір барып, біздің Telegram парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ерасыл Tube. Және де достар, менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздаршы. Онда 100 подписчик болғаннан кейін мен жұмыс бастайтын болам. Постлар салам, активный болам. Бір сөзімен айтқанда Instagram бастаймын. Сондықтан да міндетті түрде дәл қазір барып менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыз. Бәрінің сілтемесі төменде болады. Ал енді мен өз видеома оралайын. Бүгінгі біздің айтатын кинодағы қалым жігіт сәтсіз тәжірибеден болып, біртіндеп гендік тұрғыда шыбынға айналады. Тура мағынада. Бүгін біз сіздерге 1986 жылға The Fly, яғни шыбын киносының қазақша негізгі желісін айтып беретін боламыз. Ал сіз бізді қолдап, бұл видеоға тегін лайкты аямай басып отырыңыз. Және де өздеріңіздің алтын саусақтарыңызбен біздің арнаға мына тіркелу батырмасын басуды ұмытпаңыз. Және де жанына шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіз сол арқылы біздің жаңа шыққан видеолардан мүлдем қалыс қалмайсыз. Ал енді біз видеоны бастайық. Кино бір ғылыми көрмедегі бір-бірімен танысып жатқан ғалым жігіт пен журналист қыздың оқиғасымен басталады. Әдеттегідей мен кейіпкерлерге өзім ат қойып қойдым. Өйткені мына кейіпкерлердің аты тым бір түрлі. Жігіттің аты Сет, қыздың аты Вероника. Мына ғалым жігітке Тарзан деген атты қойдым. Өйткені түрі Тарзанға ұқсайды. Ал мына журналист қызға Бұйра Шаш деген атты қойдым. Өйткені шашы бұйра. Екеуінің әңгімесі жарасып сөйтіп, Тарзан қызды қаратқысы келді ма, білмеймін. Әйтеу өзінің жана ғана ойлап тапқан, ешкімге көрсетпеген әлемге өзгеріс әкелу мүмкін өнер табысын қызға көрсетейін дейді. Сөйтіп олар жердің түбіндегі Тарзанның үйіне келеді. Бұйра Шаш соғыршама немене өнер табыс десе, Тарзан Бұйра Шаштың трикосын сұрап алады. Және оны бір машинаға салып, екінші машинаға телепортация жасатады. Менің бір түсінбеген жерім, Тарзанның негізі ойы арам ұқсайды. Қаншама қоқыш заттар бар, қаншама заттар бар, қаншама зат тұр ғой мына жерде. Кез келген қағазды салып телепортация жасауға болады. Ал бірақ ол қыздың трикосына телепортация жасайды. Өте ойарам. Содан Тарзан Бұйра Шашқа телепортация жайлы айта бастайды. Бұйра Шаш бұны көргендіктен қатты таңғалады. Және де ол журналист болғандықтан ба, бәрін диктофонға жазып алады. Біздің Тарзан өзінің өнер табысын әлі демо деп, оған әлі де көп жұмыс жасау керек. Бұл толық болған жоқ. Мына машинаға әлі дайын болуға көп уақыт керек деп айтады. Сондықтан да ешкімге айтпашы, ешқандай жарияларға жариялама деп айтады. Бірақ Бұйра Шаш бәрін тыңдап алып, үндемей тайып тұрады. Ертеңінде Бұйра Шаш әлгі жазған аудиосын редакторға тыңдатады. Не деген? Саған қырындау үшін ол аузына келгенін оттаған ғой. Біраздан кейін біздің Тарзан келеді. Сөйтіп ол Бұйра Шашпен сөйлеседі. Және ол оған: менің машинам әлі дайын емес. Тірі организмге телепортация тәжірибесін әлі жүргізген жоқпын. Бірақ саған менің бір ұсынысым бар. Бұл таңғажайып өнер табыстың жасалу барысы мен тәжірибелерге байланысты кітап жазып көрсең қайтеді? Кітаптың соңғы бөлігінде мен дайын болған машинаға өзім кіріп өзіме телепортация жасайтын боламын. Әрине бұндай таңғажайып кітап сұмдық танымалдыққа ие болатыны белгілі және сұмдық табысқа жетеді. Сондықтан екеуіне де пайдалы. Біраздан кейін біз әлгі редактор жігіт Бұйра Шаштың бұрынғы жігіт екенін біліп аламыз. Және де Тарзаннан Бұйра Шашты қызғанып жүр ма, ол Бұйра Шаштың үйіне келіп: ана Тарзан деген бәледен аулақ жүрші, оның дені дұрыс емес, ол өте қауіпті адам деп сондай бірдемелер айтып кетіп қалады. Бірақ оның сөзіне Бұйра Шаш мүлдем мән бермейді. Біздің Тарзан мен Бұйра Шаш әлгі жобасын бастайды. Және де олар тірі организмге тәжірибе жүргізіп көреді. Бірақ ол нәрсе сәтсіз болады.
Бұны көрген Тарзанның сағы сынып, жігері құм болып, мұңайып жатса, Бұйрашаш келіп, Одан кейін сөйтіп оны жүріні романтика өрдетіп сондай нәрсе болады. Ертеңінде Тарзанға әлгі түн қатты әсер еткен ба, аяқ астынан басы істеп кетеді, және ол машинаның қай жері дұрыс істемей тұрғанын біліп алады. Бұйрашаш қайда жүрсе де әлгі редактор жігіт әлгі әңгімелерін айтып, байқа, байқа. Кешкісін әлгілер тәжірибесін қайта жүргізеді. Осы жолы сәтті болады. Бамбун деген мына жануар сәтті телепортация жасайды. Бамбун деп қояды, мына маймыл ғой. Екеуі сол түні бұл нәтижені тойлайды. Бірақ сол кезде әлгі редактор жігіті Тарзанның өнер табысын журналға жариялап қойыпты. Оны Бұйрашашқа почта арқылы жіберіп қойған екен. Бұны көрген Бұйрашаштың қаны басына шауып, көре салысымен үндемей тайып тұрады. Содан біздің Бұйрашаш әлгі редактор жігітке барып, сен соғыршама өзіңді кімің деп жүрсің? Сол кезде біздің Тарзан Бұйрашаш мені лақтырып кетті деп ойлайды, өйткені ол дымды айтпай кетіп қалады. Сондықтан да біздің әлгі жігіт машинаға өзі кіреді, және барлық бәле осы жерден басталады. Тарзан ішіп алып жынды адам құсап машинаға кіріп алған кезінде, одан бұрын оның ішінде бір шыбын кіріп алған екен. Яғни айтқанда шыбын екеуі қатар телепортация жасайды. Біздің Тарзан тәжірибеден доптырыс шығады, бірақ ол өзіне қандай сұмдық жағдай орын алғанын әлі білмейді. Бұйрашаш түнде келіп, кешірім сұрап, саған ештеңе айтпай кеттім, ана-мына деп, романтика деп қайтадан биологиялық сабақ ұйымдастырады. Ертеңінде Тарзан өте күшті болып кетеді, және тұз бен қантты өте көп қолданатын болып кетеді. Және де биологиялық сабаққа сағаттап қатысатын болып кетеді. Содан Тарзан Бұйрашашты да әлгі машинаға кіргізбекші болады, бірақ Бұйрашаш бұдан бас тартады. Тарзан өз-өзінен жынданып, өзін біртүрлі ұстай бастайды. Кешкісін Тарзан бір клубқа келіп бәс тігеді, және мынандай жағдай орын алады. Тарзан әлгі клубтағы қызды үйіне әкеліп алып, өзінің машинасына кіргізбекші болады, бірақ сол кезде Бұйрашаш кеп бұны тоқтатады. Содан Тарзан өзінің өзгеріп бара жатқанын сезеді. Бұйрашашқа енді келме деп Бұйрашашты қуып жібереді де, Тарзан өзінің қатты өзгеріп, сырт келбеті біртүрлі болып бара жатқанын байқайды. Содан ол компьютерінен әлгі телепортацияда не дұрыс болмағанын жайлы іздей бастайды. Сол машинаға өзі жалғыз емес, және бір шыбынмен қоса кіргенін көреді. Сөйтеді де не болып жатқанын түсінеді. Осылай шыбынмен Тарзан гендік тұрғыда бірігіп кеткен, яғни айтқанда Тарзан шыбынға айналу процесіне түсіп кеткен. Екеуі енді бір болып кеткен ғой. Біраз күндерден кейін Тарзан Бұйрашашқа қоңырау шалып көмек сұрайды. Бұйрашаш Тарзанның үйіне келсе, Тарзан шыбынға айналу процесіне әлдеқашан түсіп қойыпты. Және ертеңінде неге екені белгісіз, Тарзан өте күшті болып кеткен. Жалпы шыбынға айналу процесі 7 сатыдан тұрады. Сіздер нағыз сойқанды әлі көрген жоқсыздар. Оны ең соңында көресіздер. Бұйрашаш редактор жігітке өзінің Тарзаннан жүкті екенін айтады. Бұйрашашқа сол кезден бастап шыбын секілді бала туамын деген қорқыныш пайда бола бастайды. Тарзан қанша қалпына келуге әрекеттер мен амалдар іздесе де, ол күн өткен сайын өзінің ақыл есінде жоғалта бастайды. Содан Тарзан Бұйрашашқа, мен өзімнің ақыл есімді жоғалту үстіндемін. Мен өте қауіпті болып бара жатырмын, және менің жанымда болу өте қауіпті. Сондықтан да кет, мені ұмыт дейді. Және де Бұйрашаштың баласына апорт жасатқай жатқан әңгімесін Тарзан естіп қалады. Содан ауруханаға келіп ол Бұйрашашты баласымен қосып көтеріп алып кетеді. Сол кезде редактор жігіті Тарзанның үйіне келіп, Тарзан қалпына келу үшін адаммен бірге қайта машинаға отырып телепортация жасау жайлы жоспарын біліп алады. Сол кезде Тарзан жетіп келіп, редактор жігіттің қолына бірдемені ағызып, сөйтіп редактор жігіттің қолы айтып бүйтіп
еріп кете ма, бірдеме болып қалады. Сол кезде Тарзан шынымен де өзінің ақыл есін жоғалтады және де мынандай жағдай болады. Жай ғана мына кадрдың түсірілімін жасау үшін апталап уақыт кеткен. Қалай дайындалғанын көргілеріңіз келсе, міне мына жерден көріңіздер. Сөйтіп Тарзан қуыршаққа айналып кетеді. Сөйтіп бұйра шашты машинаға салып, өзі келесі машинаға отырып алып, телепортация жасағай жатқан кезде редактор жігіт ортадағы байланыс сымды атып үзіп тастайды. Сөйтіп бұйра шашты құтқарады. Одан Тарзан толықтай шыбынға айналады. Бірақ түсінбей қалдым, Тарзанға ақыл ес кіріп кетті ма, білмеймін, бірақ ол бұйра шашқа өзін өлтіртеді. Бұл оқиғадан біраз айлар өткеннен кейін бұйра шаш тұп-дұрыс дені сау баланы дүниеге әкеледі. Осылайша біздің кино аяқталады. Видеоны соңына дейін көрген сізге көп рахмет. Ал енді біздің видео осылай аяқталды. Лайк басуды ұмытпаймыз, арнаға тіркелеміз, өз ой пікірімізді комментарияға қалдырамыз. Келесі кездескенше сау. Пока-пока.